Пайдалы әсер коэффициенті өте жоғары Махмұт Сабырханда. Осы салмақта, жаңа салмақта қарсылас шыдатпай жүрген жайы бар. Дулат Тұрлыбек атап өттік. 2000 жыл дүниеге келген, бокспен айналысқанда 8 жыл болды. 50 жекпе-жек өткізіп, соның 40-ында жеңіске жеткен. 2022 жылы Павлодарда өткен Қазақстан чемпионатының жүлдегері Дулат Тұрлыбекұлы. Саят Жаманғараев Қазақстанға еңбегі сіңген жаттықтырушының қол астында. Дәл осы боксшы жаттығып шеберлігін шыңдауда. 57 келі салмақ дәрежесінде біздермен бірге әрине бұл жерде қарапайым арифметика, 4 жекпе-жек, дәл осы 4 жекпе-жектер барлық салмақ дәрежелерінде тіркеледі. Алда бізде әлі де 5 салмақтың өкілдері күтіп тұр. 57-63, 71-80 және бүгінгі жарыстың ең соңғы кезеңінде 92 келіге дейін салмақ өкілдері өз күндерін ортаға салады. Махмұт Сабырхан. Ташкенттегі өнері Махмұт Сабырханның көптеген сарапшының көңілінен шығып, есінде қалған болар. Махмұт Сабырхан 2021 жылы Белградта өткен әлем чемпионатында естеріңізге сала кетсек, күміс жүлде, ал 2023 жылы Ташкент төрінде алтыннан алқа тағынған. 2022 жылға Амман қаласында өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегері, сонымен қоса жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Бұл жетістікке 2018 жыл қол жеткізді. 2021 жылы әлем чемпионатында жапониялық Томои Цубойға есе жіберген болады. Ал 2023 жылы қарсылас шыдатқан жоқ. Ширек финалда ганалық Амат Мұхаммедті, жартылай финалда кубалық Йосиван Ветияны және финалда төрешілердің бір ауыз шешіммен өзбекстандық Ойбек Жураевты жеңген болады. Міне 2023 жыл, биылғы жыл дәл осы Махмұт Сабырхан үшін толығай табыспен есте қалар сөзсіз. Кәсіпқой бокста әрине бақ сынамайды, бұл әзірге қажетті емес Махмұт Сабырханға. Сонымен қоса Махмұт Сабырханның лақабаты бар, құрметті көрермендер. Өзге боксшыларда бәлкім әуесқой бокста бұл жиі шығар, алайда бокс сүйер қауым Махмұт Сабырханды қазақтың Ломаченкосы деп танып алған. Халықаралық додаларда тілшілердің және комментаторлардың айтып жатқан сөздерін жиі естиміз. Шеберлігі де дәл осы ломаға бір табан жақын. Махмұт Сабырхан сіздердің назарларыңызда. Дулат Тұрлыбек, бұл боксшында назардан тыс қалдырмайық. Атап өткеніміздей 8 жыл боксқа арнаған спортшы. Махмұт Сабырхан Заңғар Қасқаев, Нұрбота Сейітбек және Ильяс мырзалардың қол астында жаттығып, бұл турнирге тыңғылықты дайындықпен шыққанын көріп отырмыз. Жаңа салмақ, жаңа белес. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейінгі біршама жетістіктер мен жеңістері Махмұттың 54 келіде тіркелді, 49 келіде де бақ сынап үлгерді. Ал қазіргі таңда енді желік май толысып, салмақ дәрежесін ауыстырды. Аяқ алысы жаман емес, бірінші кезеңнен кейін төрешілер бір ауыздан Махмұт Сабырханға басымдық берді, есеп 5-0. Жүйелі түрде қарсыласты осылайша
соққының астына шабуылға сауатты түрде ұмтылатын Махмұт Сабырхан және қарсыласты тығырыққа тіреп барып бірнеше соққысын жұмсауда, тағы да маңдай тұстан бүйірден қарсыластың үш тұсынан да соққыларды дәлді артуда. Міне қарсыластың кеуде тұсында назардан тыс қалдырмайды. Ашық бір соққы алмасуға, ашық айқасқа әзірге екі боксшыда көшкен жоқ. Барынша қарымта шабуылда өз мүмкіндігін мүлт жібермей жатқан Дулат Тұрлыбекұлы да бұл жерде ұпай еншілеуге ниетті. Зер салсаңыздар, шегініп жүріпті боксшылар жәнегі ұпай еншілей алады. Ал Махмұт Сабырхан қазір шегінбейді, тек қана алға қарай ұмтылып, тек қана бірінші нөмірмен өнер көрсетуде. Бұл түсінікті де шығар. Әлем чемпионы бұл жерде кез келген салмақ дәрежесінде жеңістен үмітті боксшылардың бірі және бірегейі болады. Махмұт Сабырхан солардың тағы біреуі. Бүгінгі әлем чемпиондары, Олимпиада ойындарының жүлдегерлері өз кезегін асыға күтуде. 12 жекпе-жек өткеннен кейін, құрметті көрермендер, аздаған үзіліс орын алады. Бұл бірінші кезекте жәнегі бұл бокс бәсекесінде қызмет жасап жатқан төрешілер мен ұйымдастырушылар алқасына қажет үзіліс. Артынша біз сіздермен бірге қалған 14 жекпе-жекті 71, 80 және 92 келді тамашалайтын боламыз. Ендеше Махмұт Сабырхан және Дулат Тұрлыбекұлы екінші кезеңде аяқталуға жақын. Дулат Тұрлыбекұлы атап өткенімізде бірінші айналымда Әлжар Нұртазин қостанайлық боксшыны жеңген болатын. Екінші кезеңде жолдама алды. Бірден ширек финалда Махмұт Сабырханға тап болды. Екінші жұпта Ерхан Тұрдан Жамбыл облысының боксшысы мен Ерболат Сабыр Павлодар облысының спортшылары бақ сынайды. Дәл осы турнирде, құрметті көрермендер, қатысушылардың 80% 2000 жылғы боксшылар. Жас боксшылар 20 жастан енді аттаған 2001, 2002, 2003, 2004 жылғы да боксшыларды көріп болдық бұл турнирде. Ал ең ересек боксшылардың арасында әрине Теміртас Жүсіпов екендігі айдан анық. 1988 жылы дүниеге келген бұл біздің ардагер боксшымыз әлі де болса ізбасарларына үлгі болып жүлдеге таласуда. Үшінші раунд Махмұт Сабырхан және Дулат Тұрлыбекұлы 57 келідегі алғашқы жекпе-жек. Тағы да өзіне үйреншікті бір оң басына келетін мәнерде Махмұт Сабырхан қарсыластың шабуылында назардан шығармай комбинациялық қазір шабуылдар қажет дейді. Көк жейдедегі Дулат Тұрлыбекұлының жаттықтырушылары. Бұл да дұрыс шығар, өйткені екі кезең нәтижесінде әзірге алматылық боксшы қарсыласына лайықты тойтарыс бере алмауда. Айла және әдіс тұрғысынан және қазір ең маңызды раунд, ең маңызды кезең. Егерде қарсыласты бір сұлатып тастап, немесе нокдаунға жібермесе, Дулат Тұрлыбекұлының қазір жеңіске жетуі екі талай. Жағдай қиындай түсуде, өйткені сәт сайын шабуылдарын үдетуде. Зер салсаңыздар, қос қолдап алға қарай ұмтылып барып, Махмұт Сабырхан қарсыластың расымен-ақ әбден тығырыққа тіреді. Тағы да шабуыл ұйымдастыруда, тоқтап қалмайды. Бірінші жекпе-жекте өнер көрсеткен жоқ. Махмұт Сабырхан бәлкім сол жиналып тұрған күшпен, сол рингті сезініп барынша өзін бір сынап алғысы кеп тұрғандай, өйткені бір қорғанысқа кеткен жоқ. Тек қана қарсыласпен иық тіресе өнер көрсетуде. Ұпай басындығын біле тұра, бұған дейінгі жекпе-жекте Санжар Ташкенбай да
дәл осындай әрекетке көшкен, жеңіп жатқан біліп тұрады, тек қана алға ұмтылды. Бәлкім құрама жаттықтырушыларының да берген тапсырмасы осы болар. Жақсы, қандай қорғану. Бір Рой Джонстың бір мәнеріндегі элементтерді байқап қалдық. Бір шоу элементтерді қажет шығар, әуесқой бокс болғанмен. Қорғанып жүріп, бір көлеңкемен бокстасып жүрген іспетті Махмұт Сабырхан сондай бір әсер қалдырады. Дестеден Дулат Тұрлыбекұлы. Соңғы жарты минутта қазір алматылық жанкүйерлерге жеңіс сыйлау үшін енді бәлкім бір лаки панч қажет шығар. Бір соққы, бір жойқын шабуыл. Махмұт Сабырханды егерде тізерлетіп, сұлатып тастаса ғана бұл жерде көк қолғаппен өнер көрсеткен Дулат Тұрлыбекұлының жеңісті жолын бастайды. Алайда Махмұт Сабырхан сәл ғана қарсыласының да бір өнер көрсетуіне мүмкіндік берген сияқты. Өз қорғанысын бір сынға алды, бір сынап алды өзін. Осылайша соңғы секундтарда Махмұт Сабырхан соққы жасамай тек қана қарсыласының шабуылдауына мүмкіндік беріп, осылайша жекпе-жекте өз мәресіне жетті. 57 кг салмақ дәрежесіндегі алғашқы жартылай финалистің қазір есімін сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Бұл жерде енді еш нәрседе жаңалық болмайтын шығар. Махмұт Сабырхан сенімді түрде 3 раунд көлемінде шабуылдады, қорғанысты ұмыт қалдырған жоқ және жеңіске жетуі тиіс. Төрешілердің шешіміне қазір құлақ түрейік.